Бүгін орыстардың мейрамына жинап алған жұмыртқаларыммен ананас салатын жасағым келіп отыр. Алайда қолымда осылай кесіп алғаным болмаса, салатым өте дәмді шықты. Енеме де және де басқа отбасы мүшелеріне қатты ұнады. Ары қарай рецептін сіздермен бөлісе кетейін. Біздің ананас салатымызға филе қажет болады. Филені жақсылап осылай турап аламыз да, жуып, ыдысқа салып, паприканы жақсылап қосамыз. Тұз қосып, дәміне қарай, кішкене шағылмай қосып, жақсылап тұрып араластырып, қуырып аламыз. Осындай бір кішкентай капустаны алып, керек емес жерлерін кесіп тастап, кубиктап турап аламыз. Мен молынан жасағандықтан, осылай барлық капустаны кубиктап турап, салатымызға қостым. Ендігі кезек біздің жұмыртқаларымызға келіп жетті. Әдемі жұмыртқаларымызды осылай қойып алдым. Онша емес, видео монтажым үшін кешірім сұраймын. Жаңадан үйреніп жатқаннан кейін әзірге осылай ғана түсіріп жатырмын. Бұйырса, алдағы уақытта әдемі етіп түсіремін деп ойлаймын. Қуырылып болған филелерімізді сүзіп, осылай капустаның үстіне салып жатырмын. Достар, егер де менің видеом сіздерге ұнап жатырған болса, маған подписация етіп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Және де осы керемет салатты достарыңызға таратуды да ұмытпаңыздар. Ары қарай жұмыртқамызды, ананасымызды турап қостым. Мен қаңылтырдағы ананасты алдым. Ішінде соғы болады. Кішкене соғында қосып жіберсеңіздер, салаттарыңыз өте дәмді болып шығады. Артынан осылай жаңғақтарымызды пышақпен отып аламыз. Кішкене өте уақтау болу керек. Бұл жаңғақпен де салатымыз өте дәмді кіргізіп тұратын болады. Сондықтан бұны да қосыңыздар. Салат маған да, отбасыма да өте қатты ұнады. Сіздер де осы ананас салатын жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды. Және де маған тіркелуді ұмытпаңыздар.